Мәдина папасы сілтеген жерге барды. Тірес құрылыс тіресі болған соң ба қаланың өзі білмейтін бір алыстау қойнауында орналасқан екен. Басшыға әкесінен келгенін айтып еді. Ол асығыс сөйлесіп, ішкі телефоннан біреуді шақырды. Оған Мәдинаны тапсырды. Ол ер кісі Мәдинаны өз кабинетіне алып келді. Әдемі қияқ мұрты бар, бидай өнді, көзіне көзілдірік киген, ұзын бойлы, сол жақ шекесінде тыртық із қалған жас жігіт өзін Әсет Анварович Тынымбаевпын деп таныстырды да. Енді сіз екеуміз 3 ай осы кабинетте бірге қызметте боламыз дей келе, Мәдина отыратын үстелге орындық қойып, міне сіздің орныңыз деді де, тағы да біреулермен телефонмен сөйлесіп қайра шығып кетті. Үлкен кабинеттің іші кең, терезесін сыртқа жағынан ішке қарай келіп тұратын автоматты желдеткіштен самал келіп тұр. Мәдинаға берген орны бүйір жақ бөліктен екен. Компьютер жаңадан әкелінген бе, әлі сымдары тоқта да қосылмапты. Бұл жердегінің бәрі қарбалас. Есік сыртындағы жазуды оқымаққа Мәдина кабинеттен шықты. Экономика және финанс бөлімінің бастығы Ә Тынымбаев әлі де қолынан мобильді телефоны түспеген. Тынымбаев бір уақытта кабинетке келіп, бір бума қағаздарды Мәдинаға көрсетті де, келесі бөлмеде Нұржамал Үркімбаевада телефакс бар. Содан мына отчет қағаздарды тізімде көрсетілген телефонға жібере беріңіз. Сізге жұмыс басталды деп тағы шығып кетті. Осындай есеп қағаздарды жіберумен Мәдина кешке дейін әжептәуір шаршады. Сөйтіп қайтар уақытта жиналып жатқан. Күні бойы аузы мен құлағы қолы телефоннан басылмай жүрген Тынымбаев келе қалды. Мәдина, жұмысқа бірінші келдің. Шаршадың ғой, уақытым болса, кешке бір кафеге барып, шай-пай ішейік, сенің алғашқы практикалық жұмысынды атап өтейік, деді. Сізге рахмет. Мен бірақ бұл ұсынысты қабылдай алмаймын. Өзімде басқа жұмыстар бар еді. Кешіріңіз, бүгін ыңғайы келмейді, деді Мәдина. Мына сіз сияқты аруларды қандай жұмыс болмақ? Тоқтаңыз. Мен өзім айтайын. Сіз сияқты әдемі аруларда кешкі сүйген жігітімен кездесу, қыдыру, тағы сол сияқты сүйген адаммен бір болу жұмыстары ғой, иә? Әрине, осыған ұқсас дей салды Мәдина қашыртып Тынымбаевты. Жарайды, онда ертеңге дейін кездескенше деп Әсет қолын Мәдинаға ұсынып соза бергенде, Мәдина оны байқамағандай болып теріс айналып жүре берді. Ішінен нағыз қызқұмар біреусін-ау шамасы, деді Мәдина. Мәдина практика өткен аты болмаса, өзінің негізгі экономикалық сала жүйесіндегі істерге араласуға мүмкіндік берілмеді. Жай көшіру, факс жіберу, бір қағаздарды компьютерге басу, салу, құрылыс басқармасының өз ішіне келген поштаны іріктеу, немесе отчет қағаздарды тігу сияқты қарапайым қағаз жұмыстарымен айналысты. Атқарып жатқан жұмысына көңілі толмаған Мәдина Тынымбаевқа әлденеше рет нағыз практикалық жұмыстың бұл емес екенін айтып көрген. Тынымбаев суылдап: бәрін атқарарсың, сәл-пәл шыдай тұр. Бұл қағаздар реттелмесе басқарма жұмысы да былығып кетпей ме? Айлық төленетін жұмыс қой, атқарып жатқаның саған бәрібір емес пе? Әлі уақыт бар, деп құтылады. Бір күні Тынымбаев Мәдинаға құрылыстың басқа объектісіне барып, бір қағазды алып келуді тапсырады. Мәдина кеңсенің алдынан өте бергенде көп автокөліктерден бөлектеу су жана жалтыраған қара Мерседестің тұрғанын көрген. Қасынан өте бергенде сол машинадан «Мәдина! Мәдина!» деген дауысқа Мәдина жалт бұрылды. Машина рөлінде Гүлшара отыр. «Мәдина, келе отыр. Мен сені апаратын жерге апарып тастайын», деп Гүлшара көзіндегі қара көзілдірікті алып, Мәдинаның бетінен сүйіп амандасты. «Охо, көлігің құтты болсын. Өзің жүргізіп жүргенің қандай? Жақсы. Баратын жерге барасың. Айтпақшы, қалайсыңдар?
Тіпті 2 жыл бойы хабарын үзілді, қайда екенді білмей, әбден дал болдым. Кішкентайлы болдым ба? Күйеуін қалай? Деп Мәдина бастырмалатып, өзі білгісі келгендерді сұрай бастады. Ал сен өзің мұнда неғып жүрсің? Алдымен соны айтшы, білейін, деді Гүлшара. Менікі практика өткізу 20 күнің болды. Қандай адам жетекшін? Айтпақшы, кімге сен тапсырды? Ой, Тынымбаев деген суылдақ. Білді экономика және финанс басқармасын басқарады. Соның қарамағындамын. Сені бұл жаққа кім жіберді? Кімнің айтуымен дегенім ғой? Папам ғой. Осы АО құрылыстың бастығымен сөйлесіп, практикасын өткізсін деген ұсыныспен шыққан шығар. Мәдина, сенің жұмысын бар екен, тоқтатпайын, бірақ баратын жеріне апарып тастайын, деп Гүлшара көңілігінің есігін ашты. Мәдинаның байқағаны, Гүлшара тұрмыс құрған соң ба, жоқ басқадай өзі есеген бе, жүрісі мен сөйлеу мәнері кексе әйелдердей болып көрінді. Менен бәрін сұрап алдың, өзің жайлы айтқан жоқсың. 2 жылдан астам қайда болдың, маман інін бәрі аман ба? Деп Мәдина тағы да сұрай бастаған. Мәдина, дәл қазір саған еш нәрсе айтпаймын. Бірақ ойламаған жерден сені жақсы кездестірдім. Кешке кафеде жолығайық. Саған сол жерде бәрін айтамын, деп Гүлшара қолына тілдей қағаз ұстатты. Бұл қағаз кафенің адресі, кездесетін уақыт жазылыпты. Кешке қарай Гүлшара мен Мәдина белгіленген кафеде бас қосты. Я, айтпақшы, Гүлшара, енді айта бер, бақытты шығарсың, күйеуін қалай өзіне, деп сыр тартқандай сұрақ қойды Мәдина. Сөйткенше даяршы да келе қалды тапсырыс алуға. Гүлшара Мәдинаға дастархан мәзірі жазылған журналды ұсынып еді. Мәдина, өзін тапсырыс берші екеумізге де, деп қайра журналды Гүлшараға ұсынды. Мәдина, сен мені неше жыл көрмедің? 2 жылдан асты. Біздің бір-бірімізде телефон болмады. Мен сені талай рет іздедім, қай жақтан табарымды білмедім. Ойладым, мүмкін басқа қалаға, немесе шетелге көшіп кеткен шығар деп. Сен де хабарласпадың. Осы 2 жылдан астам уақыт ішінде сен менің басымнан өткен жағдайды естісен ғой. Гүлшара қасындағы қол сумкасына ашып ішінен сигарет алды. Рұқсат болса, мен шегейін. Мәдина үндемеді. Гүлшара темекісін тұтатты. Мен білесің бе, менің жігітім шетелге саяхатқа шығамыз, көреміз деп Дубайға алып барып, сондағы біреуге сыртымнан сатып жіберді. Бұл оқиға 2 жыл бұрын болды. Мен сол елде бір бай араптың үйінде мәртебелі қонақтар келгенде би-билеп көңіл көтеретін, содан соң олар қаласа төсек ләззатын беретін канизак болдым. Уақыт білесің бе, қай ай, қай күн екенін білмейтін жағдайды бастан кештім. Мұны естігенде Мәдинаның денесі түршігіп, дірілдеп кетті. Тіпті алдындағы суы бар стаканды қолынан түсіріп алды. Сосын Гүлшараның сөзін бөліп, жігітің қайда, құжатың болды ма өзінде, деді. Гүлшара темекісін сора түсті де, Мәдина, тіпті баланың сұрағын қоясың, деді. Сен сөзді бөлмей тыңдай бер, ал мен айтайын, деді. Содан соң ол бастан кешкен 2 жылдық қиыншылығы көп оқиғаларын бейне бір көркем әдебиет шығармасынан үзінділер айтып отырғандай салқынқандылықпен әңгімелей берді. Дубайдағы араптың үйінен оның ең кіші тоқалы Зейнеп құтқарыпты. Себебі сондағы араб әйелдерінің арасында ең көркемі Гүлшара болған. Зейнеп тоқал оның күйеуі ең кіші тоқалдыққа алады деп қорқса керек. Арабтардың барлық әйелдерінде өздеріне жеке ашылған есеп шоттары бар екен. Олар өз ақшаларын емін-еркін жұмсайтын көрінеді. Гүлшараның жолына $5,000 және Бану Маруан қызы деген араб тілінде құжат ұстатып, Меккеге қажылыққа баратын тұмшаланған қара киімді әйелдер тобына қосып жіберген. Гүлшара өзінің қашып шығуына бет-аузының тұмшалануы қатты көмектескенін атап өтті. Меккеге келген соң түрік әйелдерін көріп, өтірік алдансып
қалған боп соларға қосылған. Олардың біріне қолындағы ақшасының жартысын беріп, Түркияға дейін бірге баруға көмектесуін сұраған. Түркияның Анкара қаласында жарты жыл бір ауқатты отбасының қызметшісі болады. Ол үйдің азаматтары Аллаға сенетін, құлшылық жасайтын, өте иманды жандар екен. Гүлшараның қызметіне риза болады ма? Жоқ, жастығы мен сұлулығын пайдаланғысы келді ме? Әйелі өлген, бірақ баласы жоқ. Мәлік деген бай, жеке зауыты бар, өз туысқанына таныстырады. 50 жастағы алқымдаған Мәлік жас Гүлшара бала туып береді деген үміті болса керек, кәдімгідей мешіттен имам шақырып, некеленіп, қосылып туған туыстарына той жасайды. Мәлік Гүлшараға үлкен құрметпен қарап, бар ықыласымен көңіл бөліп, күтуші жалдап, мәртебелі жерлерге ертіп жүреді. Гүлшараға машина жүргізуді өзі үйретіп, кейін өзіне жеке машина алып береді. Қысқасы, Гүлшараның тезірек 2 қабат болуын күтіп жүр екен, және бұл үшін Аллаға сенады екен. Осы Қазақстанға келсінде Гүлшара інісін, шешесін көргім келеді, сағындым деген соң өзі алып келген. Күйеуі Астанада жүргенде Гүлшараға уақытша болса да жаяу жүрмесін деп прокатқа машина алып беріпті. Менің бұрынғы аты жөнім өзгерген. Алдында тұрған Гүлшара емес, Бану Маруан қызы болады, деді Гүлшара. Темекісін күлін сәнімен өшіріп, Гүлшара өз сөзін әрмен жалғастырды. Мені шетелге апарып сатып жіберген жігіт кім? Білгің келе ме? Айтайын, сенің практика өткізіп отырған жердегі солдақ жігіт дедің ғой? Өзін айтқан Әсет Тынымбаев. Әсетпен мен түнгі клубта танысқанмын. Бірге пәтерде тұрдық. 5-ақ күн. Бір құрылыста істеймін деген сол кезде. Сол жігіт мені Дубайға апарған. Осы келгенде тек анам мен інім емес, онымен кездесуді басты жоспарлап келдім. Кеше мен машинаның ішінде отырып, ойланып, Тынбаевты қалай іздеймін және кім болып іздеп сұрасам ішке кіре аламын деп отырғанда алдымнан шықтың. Енді сен, Мәдина, маған көмектес. Ертең жұмысқа барған соң Әсет кабинетте отырғанда ауыздағы полицейлерден маған келді деп, мені өзін шақырып ішке кіргіз. Содан соң өзін ол жерден кетіп қал. Мәдина, өтінем, тек оның кабинетіне мені кіргіз. Бір ғана сөз айтамын да шығамын. Сен мені сосын өзім ол жерде емес, басқа жерде кездесемін. Сен мүлде ол жерде болмай-ақ қой, деді Гүлшара. Мәдина Гүлшараның басындағы жағдайларға қатты қапа болып, Тынымбаевтың арам екенін ішіш сезгеніне өзі бір жағынан риза болды да Гүлшараға көмектесуге келісім берді. Ертесіне сағат 10-11 шамасында дәл ойласқандай Мәдина Тынымбаевтың кабинетіне Гүлшараны кіргізді де өзі көрші кабинетте отыратын Нұржамал Өркімбаевадағы телефакстен документтерді жібере бастады. Уақыт 1 сағат болған жоқ. Нұржамалдың кабинетіне зам директор Бекет Алтаевич жетіп келді. Әсетті біреу дәл маңдайынан атып кетіпті. Кім келді мұнда? Әйелдер бірден не дейді? Деп қалды. Тынымбаевтың кабинеті апыр-топыр адамдарға толып кетті. Сұрақ біреу. Тынымбаевқа кім келді? Тынымбаевқа келген жоқ. Закирунова Мәдинаға бір әйел келді. Закирунова кім? Қайда қазір? Закирунова практикант. Ол қыз бізде болып факс жібереді, деп шырылдады Нұржамал Өркімбаева. Полициялар топырлады, тергеушілер пайда болды. Мәдинаның іші сезді. Гүлшара атып кеткен Гүлшара болды. Ол одан ақысын алды. Мәдина амал жоқ әкесіне телефон соқты. Өйткені бәрі Мәдинаға келген әйелдің қолынан жасалған іс деп Мәдинаға күдік тудыра бастады. Мәдина ішінен Гүлшара күйеуімен тезірек Астанадан кетіп қалса екен деп тіледі. Алайда қазақстандық іс кесушілер Астана әуежайынан Гүлшараны, яғни Бану Маруан қызыны күйеуі Мәлік Әш-Шағадиді ұстады.
Тергеушілер Әсет Тынымбаевтың түнгі клубтағы қыздарды басқа да мақсаттарға пайдаланғаны туралы тың деректер тапты. Тынымбаевтың араласуымен Өзбекстанға, Қырғызстанға бірнеше қыздардың сатылғаны анықталды. Түрік азаматшасы болып есептелетін Бану Маруан қызы Түркия мемлекетінде шартты жазасын өтеуге жіберілді. 1 жылдан кейін Гүлшара мүлде азат етілді. 2 жылдан кейін 25 жасында Гүлшара күйеуіне бір ұл туып берді. Қазір Анкара қаласында көлемді бір текстиль фабрикасының қожасы. Өзі армандаған жақсы өмірге көп қиындықтармен жетті. Ал Мәдина қарапайым қалыпта бір банкте қызметін атқаруда.